Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге мен Қасиет. Және достар, біз осы видеода шашымызды бюралайтын боламыз. Бұл ешқандай да прическаның үшінші бөлім емес, 3 па 4 па ешқандай да бөлім емес. Бұл просто шашымызды бюралайтын боламыз. Мен кейінірек прическаның үшінші частын түсіретін боламын. Бірақ қазір емес, біз просто осы видеода шашымызды бюралап, кекілімізді қалай қайыруды көрсететін боламын. Менде кекілім мынандай. Осыны қалай қайыру керектігін көрсетемін. Ал сіздер болсаңыздар, видео басталмай жатып лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп, және осы видеоны өздеріңіздің достарыңызға жіберіңіздер. Мен болсам өзімнің видеомды бастаймын. Достар, мен камерамды жерге қойып алдым. Енді, біз бірінші, мен жаңа басын жуған тұғынның әлі су. Енді біз бұны бірінші тарап аламыз, одан кейін барып бюралайтын боламыз. Шашымды тарап болдым. Енді біз ненің қызған күтеміз, одан кейін барып бюралаймыз. Еще мен мынандай лайфхак білем. Лайфхакты бір жерден көрдім. Менде осындай духи бар. И шашымыз тарап болғаннан кейін, осы духимен мынандай тарақ. Мынандай түзу тарақ болмайды, осындай сияқты тарақ керек. Сөйтемізді мынадан примерно бір мынандай алысқа қоямыз. Өйткені бір жақындатсаң, бір жерге ғана су болып үше тұрады. Алысқа жақсын, жақсы болады. Алыстан себеміз. Болды. Бір ретақ себеміз. Достар, біздің бюралайтымыз қызып болды. Енді біз қазір шашымызды дұрыстап дайындаймыз. Ол үшін біз шашымызды екіге бөлеміз. Мына бетін мен қазір байлайтырамын резинкамен. Қалған беттерін бюралайтын боламыз. Бізге ол үшін кекілімізді тастаймыз. Кекілді соңына қарай бюралайтын боламыз. Міне достар, біз кекілімізді бөлек алуымыз үшін, бөлек ұстауымыз үшін маған осындай керек. Енді біз сразу барлығын бірге бюраламаймыз, өйткені есесек көтере алмай қалуы мүмкін, сонда да екіге бөліп тастаймыз. Міне осы жерін тастаймын да. Мына бетін былай крабикпен қыстырып қоятын боламыз. Міне естістендер бөліп. Достар, міне кіші етістесендер осындай деймі шығады. Артқа қоямыз. Тағы да екіншісін көрсетейін, қайсы істегенімді. Үшін бүйтеміз. Артықтан өпістейміз. Сәл күтеміз.
аламыз. Нәбетін айтпақшы былай ұстағанын әйтпесе араласып кетеді түзу шашпен. Вот мені көрінді ма? Вот осылай. Осылай береміз. Қараңыз достар, не дейін күшті шықты шашым. Барлығын беріп алыпты. Достар, енді кезекте біз нәбет шашымызды жасайтын боламыз. Мынау сияқты. Достар, міне мен екі шашымды да бюралап қойдым. Екі кекілімді тоже қайырдым былай. Мен қазір шаш жерін кекілімді қалай бюралағанымды сіздерге көрсететін боламын. Егер сіздерде осындай мен сияқты шаш бюралайтын болатын болса, онда кекілдеріңізді бүйтіп қайыруды көрсетем қысқасы. Короче, ол үшін мына бетін осылай жасау керек, әйтпесе дұрыс қайырылмайды. Одан кейін былай соңына шейін барып, ойбай, бармай қойыңыздар, не ақсасы соңына шейін жерімізді істеп, вот, осылай, міне қайырылды. Қатты көп ұстап тұрмаңыздар, әйтпесе шаштарыңыз өте қатты бюраланып кетеді. Мен жаңа көп қатты ұстаған жоқпын, сондықтан да осындай болып тұр. Осындай. Сіздерге достар, осы видео ұнаса лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп, өзіңіздің достарыңызға осы видеоны жіберіп, сіздерге қалай мен шаш бюралаған ұнады ма, ұнамады ма, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен видеоны осымен аяқтаймын. Давайте.